Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жеңіл жасалатын дамский тортының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тегін мастер-класты жіберіп алмайсыз. Бізге керек заттарымыз: ұн, су, сүт, сармай, қант, тұз және де жұмыртқа. Ыдысымыздың асты қалың болу керек. Суымызды, сүтімізді, сармайымызды және қант пен тұзымызды салып, сармайымызды ерітеміз. Сармайымыз толық еріді. Сүтімізді қайнатуға жеткізбей, оттың астын баяу қылып, барлық ұнымызды бірден саламыз. Және де осы 2-3 минут аралығында үздіксіз араластыра отыру керек. Қамырымызды жақсылап құрғатуымыз керек. Егер қамыр жақсы құрғаса, сіздердің профитролиіңіз жақсы көтеріліп шығады. Қамырдың жақсы құрғағанын ыдыстың түбіне қарап білеміз. Ыдысымыздың түбіне қамырларымыз жабыса бастаса, қамырымыз дайын деген сөз. Қамырымызды суытамыз. Қатты ыстық болса, жұмыртқаларымыз пісіп кетуі мүмкін. 4-5 жұмыртқа деген ол болмайды. Мен өзім 360 грамм өлшеп қосамын жұмыртқаларымызды. Бір жұмыртқа кішкентай болуы мүмкін, біреу үлкен болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Міне қамырымыз дайын болайын деді. Қатты қою да емес, сұйық та емес, видеодағыдай шығу керек. Қамырымызды кондитерский мешокқа құйып, менде насадка номері 2-ді осы пергаменттің үстіне орналастырып шығамыз. Мінекей, осында үлпілдек, ортасы әдемі болып піседі. 160-180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.